Армысыздар ардақтағы арна эфирінде қорытынды жаңалықтар. Сіздермен бірге студияда Бердімұрат Баймұқан. Алдымен кезек аңдатпада. Тұрақтандыру қорының тиімділігі. Петропавлда 5 дәріханада дәрі-дәрмек арзан бағамен сатылады. Құрық жылқыға емес, жылқырлаған баугеспеге салынды. Айыртау ауданында 25 бас тұяқтың айдап әкеткен ұры ұсталды. Олимпиада чемпионы туған жерінде. Әйгілі велошабандоз Александр Винокуров Петропавлға келіп, өзінің ізбасарларымен кездесті. Коронавируспен ауырғандар санының артуына байланысты өңірде 5 ауданында 11 елді мекен карантинге жабылды. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, бүгін Есіл ауданының орталығы Явленка селосында да шектеу шаралары қайта күшейтілді. Ал Уәлиханов ауданына қарасты Ақбұлақ ауылында карантин керісінше алынып тасталды. Айта кетейік, соңғы тәулікте облыста COVID-19 жұқтырудың 68 жағдайы тіркелді. Коронавирусқа шалдыққандардың тең жартысында індеттің нақты белгілері бар. Науқастардың көбі Петропавлда анықталған. 10-нан 25%-ға дейін арзан. Өңірде құны төмендетілген дәрі-дәрмек саудаға шығарылды. Бүгінде белгілі бір препарат бағасын тұрақтандыру қорымен қалада қазір 5 дәріхана жұмыс істеуде. Шаруаға біртіндеп аудандық ауруханаларда қосылуда. Арзан дәрі-дәрмектердің тізімінде қандай түрі бар? Оны қайдан алуға болады? Келесі бейнематериалдан білесіздер. Здравствуйте, парацетамол есть? Здравствуйте, есть. Какую цену? 60 тенге. Шалыс естіген жоқсыздар, парацетамолдың құны 60 теңге. Арзан медикаменті қайдан таптыңыздар десеңіз, жауап бағаны тұрақтандыру қорымен жұмыс істейтін дәріханалардан. Оны құру туралы шешімді облыстық әкімдік тамыз айында қабылдады. Мақсат медикаменттер тапшылығын жойып, құнын едәуір төмендету. Алға қойылған міндет бүгінде орындалды. На примере ибупрофена 400 мг, который идет. Мәселен, 400 мг болатын нөмір 20-шы ибуфенді алайық. Оның дәріханадағы құны 775 теңгені құрайды. Ал бағаны тұрақтандыру қоры арқылы 690 теңгеге алуға мүмкіндік бар. Тұрғындар үшін бұл өте тиімді деген ойдамыз. Әсіресе қазір халық өз денсаулығына ұқыптылықпен қарайды. Егер вирус белгілері байқалса, бірден дәріханаға келіп дәрі-дәрмек алады. Жобаның операторы болып Нордфарм маркет серіктестігі тағайындалды. Кәсіпорын солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясынан несие рәсімдеп, қажетті препараттарды сатып алды. Енді қаладағы 5 дәріханаға жеткізуде. Бағаны тұрақтандыру қорымен жұмыс істейтін нүктелерде мынадай қызғылт сары түстес парақ ілінген. Тізімнен құны төмендетілген вирусқа қарсы антибактериалды және дене қызуын түсіретін дәрі-дәрмектерді табуға болады. Районных, значит, закупают больницы. Төмендетілген бағадағы дәрі-дәрмектерді ауылдық жерлерден де алуға болады. Препараттарды тұрақтандыру қорынан аудандық ауруханалар алып, сатылымға шығарады. Осылайша елді мекендер тұрғындары да қолжетімді медикаменттерді ала алады. Бұл іске аудандық жеке дәріханалардың да қатысуға мүмкіндіктері бар. Құны төмендетілген дәрі-дәрмектерді көрген кейбір жандар құйтырқы әрекетке баруы мүмкін, яғни табыс табу үшін алып-сатарлықпен айналысу туралы ой туындауда ғажап емес. Бірақ мұндай пысықайларға тосқауыл болу мақсатында бір тұрғынның қолына 5 қораптан көп дәрі берілмейді. Қордағы препараттар көлеміне тоқталайық. Ол кемінде 6 айға жетеді дейді жоба операторы. Бір ғана мысал, сол баяғы парацетамол препараттың бағаны тұрақтандыру қорында 7 тоннасы сақтаулы. Ал медикаменттер азайған сайын әлбетте жаңадан тапсырыс берілетін болады. Эльмира Садуақасова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Пандемия кезінде күйзеліске ұшырау жиілеген. Психолог пен психотерапевтердің қызметіне жүгінетіндердің дені 30 жастан асқан адамдар. Арасында карантин қыспақ қалып, сәтсіздікке ұшыраған бизнес өкілдері де бар көрінеді. Адам қалай күйзеліске түседі, оны қалай жеңуге болады? Жанна Бисенова баяндайды. Елімізде карантин көктемнен бері жалғасып келеді. Біресе жұмсартылды, біресе қатаңдатылды. Ақыры қыдыруды үйреніп қалған біз үйге тығылдық. Көктемнен бері коронавируспен 7 мыңнан астам солтүстік қазақстандық ауырған екен. Дені ауруханада, қалғаны үйде ем алды. Бұл бір бөлек әңгіме. Науқаспен жақын араласты, ендеше бойында ковид бар деген күдікпен үйде қамалғандары да аз болмады. 4 қабырға ортасында алсана мен жан даланы аңсайды, таза ауа жұтқысы келеді. Амалсыздан қамалып, бейбіт күннің қадірін түсіндік-ау. Переживаю за то. Карантин кезінде үйде отыру өте қиын, далаға артық шыға алмайсың деген ой психологияға әсер етеді. Нам запретили выходить из дома. Маған пандемия кезінде үйде отыру аса қатты қиындық туғызған жоқ. Алайда кейбір достарым күйзеліске ұшырады.
Адамның психологиялық жай-күйіне ұзақ уақыт бойы жабық кеңістікте болудан бөлек, үнемі маска тағу мен тауар тапшылығы да әсер етеді. Әрі күндегі үрей, мен осы коронавирус жұқтырып алған жоқпын ба деген ішкі сұрақ жанды жегідей жейді. Бұның бәрі сайып келгенде күйзеліске соқтыруы мүмкін. Депрессия табиғи процесс болғанымен одан сақтанудың амалдары бар дейді мамандар. 30 жылдық тәжірибесі бар психотерапевт дәрігер Юрий Рогачев стрессті жеңу үшін мынадай кеңес береді. Если вы, допустим, чувствуете, что вы находитесь в стрессовом состоянии, нужно просто подышать. Как? Стресстік жағдай туындаған кезде терең демала білу керек. 3 секунд бойы тыныс алып, 5 секунд демді шығарамыз. Бұл сәтте 1 минут бойы алыстағы бір нүктеге қарау қажет. Мұндай әдістер негативті ойлардан алыстатып, ойды реттеуге септеседі. Мұндай жаттығуды кез келген жерде жасауға болады. Тағы мамандар шай тұнбаларын ішіп отыруға кеңес береді. Олар жан дүниені тыныштандырып қана қоймай, иммунитетті күшейтуге ықпал етеді. Мәселен, женьшень тамырынан жасалған сусын иммундық жүйені нығайтады екен. Нужно заниматься творчеством. Әр адам шығармашылықпен айналысу керек. Жақсы кітап пен фильм адамға көңіл күй сыйлайды. Үйде жаттығу жасап тұрғанда жөн. Себебі физикалық белсенділік стрессті азайтады. Тағы таза ауада көп серуендеу қажет. Серуен эмоцияны ретке келтіреді. Пандемия басталғалы маманның көмегіне жүгінушілердің саны 70%-ға дейін артқан. Дені стресске ұшыраған. Пандемияның қашан аяқталатыны белгісіз. Сол себепті ол қашан тыйылады деп қол қусырып отырудың қажеті жоқ. Сабырлық танытып, күндегі тіршілікті жасау, соны бағалау және әр сәтке қуана білу. Жанна Бисенова, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна. Барымташылық жасаған бақташы Айыртау ауданының тұрғыны даладан бір үйір жылқыны айдап әкеткен. Жетеуін мүшелеп сатқан, қалғанын өзі қарыз алған жандарға қайтарым ретінде ұстатқан. Оқиғаның мән жайы қазір анықталуда. Сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Толығырақ келесі бейне материалда. Қараша айының соңында Айыртау ауданына қарасты Қаратал ауылының тұрғынына тиесілі жылқылар жайылымда жүріпті. Кешкілік уақытта тұяқтылардың иесі жануарларды түгендеуге барған. Сонда 25 бастың жоқтығын аңғарған. Алғашында азамат жоғалған қамбар ата төлдерін өзі іздестіріпті. Таппаған соң тәртіп сақшыларына жүгінген. Мамандар жедел іздестіру шарасына кіріседі. Нәтижесінде бұл іске 45 жастағы Сұлукөл ауылы тұрғынның қатыстылығы анықталды. Көп ұзамай ол қолға түсіп күнәсін мойындайды. Ер адам бір үйір жылқыны ұрлап, бір бөлігін Елордаға ет ретінде жөнелткен екен. Ал 18 тұяқны таныстарына сатып жүрген. Осылайша Баугеспе қарыздарынан құтылыпты. Это моя лошадь, кобыла 4 лет. Опознаю по приметам, выше слева уха спереди. Бүгінде бұл іске қатысты аудандық полиция қызметкерлері сотқа дейінгі тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Аталған факты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188 бабы мал ұрлығы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Бұл баптың санкциясы 7-ден 12 жылға дейін бас бостандығын айыру жазасын қарастырады. Тергеу барысында күдіктіден ұрланған жеті малдың терісі мен ақшалай қаражаттар тәркіленді. Жақында жергілікті полиция қызметкерлері барымташы республикалық жедел алдын алу шарасында қорытындылады. Рейд барысында мамандар бұрын жасалған 7 бірдей мал ұрлығы фактісін әшкереледі. Дана Сәлімқызы облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Тайынша ауданында бөтеннің мүлкін жымқыру фактісі тіркелді. Желтоқсанның 3-іне қараған түні тәртіп сақшылары Чкалова селосы маңындағы танаптардың бірінде тоқтап тұрған автокөлікті байқайды. Машина бірден күмән туғызған. Сондықтан мамандар темір тұлпармен жолаушыларды тексеруді жөн көреді. Тексеріс кезінде жүргізуші мен қос жолаушы оқиға орнынан қашып құтылмақ болған. Алайда екеуі сол жерде, үшіншісі келесі күні қолға түседі. Ал жүк салғыштан ұрланған ауыл шаруашылығы техникасының бөлшектері мен металл бұйымдары табылады. Көп ұзамай мүліктің аудандағы агроқұрылымдардың біріне тиесілі екендігі анықталады. Баугеспелер дүниені қойманың терезесін бұзып кіру арқылы қолды қылған. Күдіктілер 19, 20 және 25 жастағы тайыншалықтар. Үлкендері бұрын істі болыпты. Қазіргі таңда аталған оқиғаға қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188 бабы бойынша тергеу амалдары жүріп жатыр. Петропавл қаласының тұрғыны экстремистік мазмұндағы материал таратқаны үшін жауапқа тартылады. Полиция департаментінің мамандары ВКонтакте әлеуметтік желісінде мониторинг жүргізген болатын. Шара барысында тәртіп сақшылары діни мазмұндағы аудиофайл тауып алады.
жазбада насихатталып жатқан кітаптар ел аумағында тыйым салынған екен. Оны экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері дінтанулық сараптамадан кейін анықтады. Тексерістен соң қалалық сот 48 жастағы әйелді кінәлі деп таныды. Петропавл тұрғыны жасаған әрекет үшін әкімшілік жаза, яғни 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылды еріктілер жылы деп жариялаған болатын. Содан бері өңірімізде жанашыр жандардан құралған топ бірталай іс атқарды. Төтенше жағдай кезінде отбасыларға азық-түлік апарып, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етті. Бүгінде белсенді жастардың еңбегі еленіп, біразы марапатқа ие болды. Алтынай Ғазихан толықтырсын. Ерікті болып, еліміздің өркендеуіне үлес қосу әр жанның азаматтық борышы деп санайды Асылжан Бегалинова. Бойжеткен бала кезінен айналасындағыларға қамқорлық көрсетіп, мұқтаж жандарға қол ұшын созып келеді. Ал еріктілердің қатарына 14 жасында қосылыпты. Бұған жергілікті Назарбаев зияткерлік мектебіндегі қоғамға қызмет жобасы септігін тигізген екен. Асылжанның 2 жылдық еңбегі жуырда өткен Самұрық 2020 атты өңірлік жастар форумында еленді. Ол білім саласындағы үздік волонтер атағын еленіп 50 000 теңге көлемінде ақшалай сый алды. Я как волонтер в сфере образования. Білім саласындағы волонтер ретінде қоғамға аз да болсын үлесімді қостым деп айталам. Себебі мен Назарбаев зияткерлік мектебіне оқуға түскен балаларға арнап жоба әзірледім. Ол әр ауыл аймақтан, қала мектептерінен келген оқушыларға жаңа оқу орнына тезірек үйреніп, сіңісіп кетуге арналған құрал. Бұл жұмысым үшін Мәскеу қаласында 1-ші, ал Францияда 2-ші орынды иелендім. Асылжан Бегалинованы экология жайы да алаңдатады. Қоқыс көрсе немқұрайлы қарай алмайды. Күнде далаға шығып қоқыс жинайды. Өзі ғана емес, құрбы-құрдастарында игі іс атқаруға үгіттеп, тіпті іні-сіңлілерінде табиғатты аялауға баулуда. Я проводила вместе с координаторами этого проекта «Қоғамға қызмет». Бұдан бөлек қоғамға қызмет жобасының мүшелерімен түрлі акцияларға қатыстым. Солардың бірі мектепке жол деп аталады. Біз көп балалы және аз қамтылған отбасылардан шыққан балаларға мектепке қажет оқу жабдықтарын сыйладық. Дамир Абдин із-түссіз жоғалып кеткен адамдарды іздеумен айналысады. Ол пандемия басталғанда облыстық жастар ресурстық орталығына мүшелік етіп, мұқтаж жандарға көмектесуді шешкен. Белсенді жерлесіміз елді індет әбігерге салып, тұрғындардың басым бөлігі далаға шығалмаған кезде оларға азық-түлік апарып, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз еткен. Даже сейчас, вот на данный момент, также занимаемся развозкой. Біз қазіргі кезде де тұрғындарға қажетті заттарын тасымалдаумен айналысамыз. Жалпы, ерікті болып елге қызмет ету жаныма жақын іс. Адамдардың алғысы айтып, шын жүректерімен қуанған жүздерін көргенде керемет сезімге бөленемін. Дамир Абдиннің де еңбегі ескерілді. Ол Самұрық 2020 өңірлік жастар форумында төтенше жағдайлармен күрестегі үздік волонтер атағын иеленіп, сыйақыға ие болды. Алтынай Ғазихан, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Құрылас алып қос байқауда топ жарды. Біріншісінде 1-ші орын, екіншісінде Қанжығаға бас жүлдені байлаған. Отбасы мүшелерінен құралған халық аспаптары ансамблі Нижний Новгород пен Нұр-Сұлтан қалаларында өткен өнер бәйгесіне онлайн қатысып, көптің көңілінен шығып отыр. Толығырақ Алдияр Айтбаев тарқатады. Инженерлер отбасы өнерлі отбасы. Отағасы мен отанасы, ұлдары мен келіні 4-еуі 4 аспапты меңгерген. Балалайка контрабас, альт домыра, баян мен кіші домыра мен барабан. Бестіктен құралған ансамбль осы жылдың көктемінде оркестр қатарынан бөлініп шыққан. Карантин басталды деген сәтте өнерлі отбасы мүшелері мен әріптестерінің ойында шағын ұжым құру туралы идея пайда болады. Мақсат онлайн болса да концерт ұйымдастыру, үйде отырған жұрттың көңілін аулау. Бірнеше жылдық тәжірибе, өнерге деген құрмет пен талғам тез арада өз нәтижесін берді. Жуырда қос бірдей қалада өткен байқауда үздіктер қатарынан көрінді. Один был на Нижний Новгород, отправили рок-н-ролл. Байқаулардың бірі Ресейдің Нижний Новгород қаласында, екіншісі Елордада өтті. Екеуінде де өзіміздің онлайн концертімізден үзінді сұндық. Көптеген жақсы пікір естідік. Күтпеген жерден көршілес елде 1-ші орынды жеңіп алсақ, Нұр-Сұлтанда да бас жүлдеге ие болдық. Евушке попурии мен рок-н-ролл. Жас әрі шағын ұжымға жеңіс сыйлаған туындылар осылар. Енді халық аспаптары ансамблі жақында Мәскеу қаласында қашықтықтан өтетін байқауға қатыспақ. Қазір сол өнер додасына дайындалып жатыр. Байболат Бектемірұлы, Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.
Көптен күткен кездесу. Олимпиада чемпионы Александр Винокуров өңірдің жас велошабандоздарымен кездесті. Қызықтырған сұрақтарына жауап беріп, чемпион болуды мақсат еткен жеткіншектерге кеңес берді. Сондай-ақ 2002 жылы құрылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебін аралап, өңірде велоспорттың даму қарқынына бағасын берді. Дана Сәлімқызы баяндайды. Бір емес бірнеше рет халықаралық жарыстарда еліміздің намысын абыроймен қорғап, көк туымызды желбіреткен. Олимпиада чемпионы Александр Винокуровтың есімі барлық қазақстандыққа жақсы таныс. Әсіресе теріскейліктер үшін атақты спортшының орны бөлек. Бүгін жерлесіміз туған жерінде, ол олимпиадалық резервтегі балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне барып, мұндағы тәрбиеленушілермен кездесті. Қазір бұл жерде болашақ чемпиондар дайындалып жатыр. Раз в год получается, но... Туған жеріме бір жылда бір рет келіп тұрам. Дәстүр бойынша жас велошабандоздармен кездесіп, кәсіби кеңес беремін. Қуантарлығы солтүстікте велоспортпен айналысамын дейтін жастардың саны жылдан жылға артуда. Болашақта олар үлкен белестерді бағындырады деген сенімдемін. Ізбасарларыма сәттілік тілеймін. Александр Галицкий олимпиада чемпионының ізбасары 11 жасар жеткіншек Александр Винокуровты үлгі тұтады екен. Болашақта ағасы ұқсап атақты Тур де Франс велокөп күндігіне қатысып жеңімпаз атанғысы келеді. Екінші мақсаты Олимп шыңын бағындыру. У меня пока нету достижений, я только занимал максимально 4-е место. Әзірге айтарлықтай жетістіктерім жоқ, бірақ болашақта республикалық, халықаралық жарыстарға қатысып, үлкен белестерден көрінемін деп үміттенем. Мен де Александр Винокуров, Алексей Луценко сияқты барлығына үлгі болғым келеді. Ол үшін әрине тынымсыз еңбек ету керек. Сол себепті бірде-бір жаттығуды босатпаймын. Жалпы облысымызда велоспорт жақсы дамыған. Қазір 250-ге тарта жергілікті жас спорттың дәл осы түрмен айналысады. Олар үшін 5 бірдей кешен жұмыс істейді. Нысандардың 4-еуі облыс орталығында, ал біреуі Бескөл ауылында орналасқан. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. 2021 жылдың алғашқы айы мейрамдарға, сәйкесінше демалыс күндеріне толы. Қаңтардың 1 және 2-сі ресми мереке, яғни демалыс. Соңғысы сенбіге келгендіктен тағы бір демалыс күні қосылады. Дүйсенбіден жұмаға дейін еңбектенетіндер 1-нен бастап 4-не дейін демалады. 5-і, 6-сы тұрғындар әдеттегідей жұмысқа шығады. Ал қаңтардың 7-сі Рождество мерекесі. Бұл жолы бейсенбіге келіп отыр. Бұл күнде демалыс болып саналады. Құрметті ағайын, бүгінгі айтарымыз осы. Шығарылым соңында сіздерді маска тағуға шақырамыз. Індетпен бірге күресейік. Сіз бөтелкеленген су сатып аласыз ба? Бірақ сіз нақты не үшін төлейсіз? Ауыз суды зауыттарда өндіреді. Бірінші ол құмнан, тұнбалардан, механикалық ластанулардан және еріген заттардан тазартылады. Одан кейін суды кері осмотикалық мембранамен тазартып, минералдайды. Соңында ұзақ уақыт сақталатын суға консервант қосады. Су бөтелкелерге құйылып, дүкендерге жеткізіледі. Мұндай су таза, бірақ өте қымбат. Оны 10 есе арзан бағаға алуға болады ма? Болады. Ол үшін су тазалайтын зауытты сіздің ас үйіңізге орнату қажет. Енді бұл мүмкін. Танысыңыздар, Аквафор Марион. Бұл таза, жұмсақ, премиум класты ауыз судың тура сіздің үйіңіздегі шағын зауыты. Аквафор Марион су тазалаудың зауыттық технологиясын толықтай қайталайды. Бірінші және екінші кезеңдерде су механикалық қоспалардан тазартылады. Үшінші кезеңде керосматикалық мембрана барлық қауіпті ластануларды толықтай жояды. Су жұмсара түседі және сіз енді ешқашан шайнекте тат көрмейтін боласыз. Төртінші кезеңде су магний ионымен 2 есе байытылады. Аквафор Марион суды бөтелкеленген судың үздік маркалары деңгейінде жасайды. Тіпті олардан да асып түседі.